Калинин совхозының 27 басшылықсы электр желісіне ұрынып ток соғып қырылып қалыпты. Барып көзбен көріп анықтап келіңдер деді. Бүкіл бюро мүшелерінің көзінше маған тапсырма берген бірінші секретар. Қасым аудандық ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы Ережеев пен Гострахан Ертайды қосты. Райком айтты бұлжылмассаң. Калинин совхозы орталықтан жырақта сонау қалың құмның жағасында орналасқан түйе мен жылқы өсіретін шаруашылық. Астыма су жаңа уазик, ішін қалыңдап, іші терісімен тыстап, табаныма кілем төсеттіргенмін. Далада ақпанның ақырған ақ бораны, ал машина іші ұядай жып-жылы. Екеуім қасыма отырғызып алып совхозға жетіп бардық. Директор ауырып қалды деп бізді бас зоотехник қарсы алды. Қара тонын қаудырлаған ірі денесіне қарамай ұшып қонып ілтипат көрсетіп жатқан бас зоотехник салдырлай қатты сөйлейді екен. Үйден шай ішіп жылынып алыңыздар, күн азынап тұр ғой, жол жабылып қалмаса. Мүмкін ашылған соң ертеңгісін шығып кетеміз бе? Бақандай бір үйір асыл тұқымды жылқылар түгел қырылып жатқанда қайтып демаласың бас зоотехник жолдас, кеттік кәне. Түріне қарасаң қанша жаста екені айғырысыз Ережепов. Ұлан Керімбекович, соңып дірілдеп тұрмын сенсеңіз. Бір-екі кесе шай ішіп жылынып алайық. Жол алыс, күн болса мынау боздаған. Астан үлкен ештеңе жоқ деп Ертайда қостай кетті. Бас зоотехниктің жайтаңдаған ашық жарқын келіншегі ағылшын тілінің мұғалимасы дастарханды жайнатып тастапты. Ет жеп, құрт қатқан сорпа ішіп, шайға қанып жолға шықтық. Бас зоотехниктің уазигіне отырып екеуміз жол бастадық. Ережеев пен Ертай мінген менің машинам қалың қарлы боранда әйтеуір қалмай ілесіп келеді. Ау, осы сендердің директорларың жұмыс істемей өзі, қашан көрсең Алматыда жүреді. Өзі әлі күнге көшіп те келмепті. Әлгі шешендерге 9 қора салдырдық деп ақшасын жеп қойды деп сөз шығып еді, ақыр не болды деп бас зоотехникті алқымға алдым. Шында да директор бас терісі келіспеген, түкірігін шашыратып кекештене сөйлеген, сөзін жан адам түсінбейтін өркөкірек қу берекесіз біреу. Жұмысы сонша ақсап жатса да былқ етпейді. Міне, бізді де менсінбей үйіне тығылып қалды. Прорабтардың шалалығы ғой, документтері дұрыс толтырылмаған, құм ішіндегі қамыс қоралар ғой салынған. Бірақ біреулер қастандық жасап өртеп жіберіпті бәрін. Комиссия шығып, Гастрахтан құнын өндіріп алдық қой. Ал бас зоотехник жолдас, қалай ғана айдың күннің аманында осыншама жылқы қырылып қалды. Көрші колхоз совхоздың өрісі бір, қонысы бір, малдары дін аман. Партиялық жауап бересіңдер бұған. Қоз алу жоспарынан ең соңындысыңдар. Мал шығыны да орасан. Бұл қалай? Бекбол жолдас. Қуырып шыжғырып бара жатсам да рульді сыға ұстаған бас зоотехник мыңқ етер емес. Осыдан қанша шақырым біз баратын жер? 120 болып қалады. Жол ашық болса ештеңе етпес еді. Ал мынандайда қиын ақ. Аңырақайдың құзғын желі көтеріліпті ғой деп бас зоотехник әңгімені басқа жаққа бұрды. Аңырақайдың әзірейіл бораны басталса да көлік жүре бермейді. Міне бізге қарсы азынаған Абажада 2 ғана әскери машина өтті. Ұлан Керімбекович, сәл-пәл тоқтап аяқ қолымызды қозғалтып алайық деп бас зоотехник сұрағанда өзім де әзер отырғанын басымды изей бердім. Бекбол сөмкесінен арақ, консерві, қазы ет шығарып бастап еді. Осы той тойлаймын деп гөл айттап жүріп құрттыңдар ғой қоғам малын деп дүрсе қоя бердім. Ол дереу сөмкесін қайта жинастыра бастады. Машина шоқалақтап секіріп ойқы-шойқы жолда ызылдап жүр, сөнбейді, алдан түк көрінбейді. Әлгі ертегілердегі таусоғар мен көл таусарлар шайқасындай құм қар жентек-жентек машинамыз сабалап, құм қойнауының әңкі-тәңкісі шыққан. 2 мәрте оппа қарға тығылып әзер шығарып алдық. Өлдім талдым дегенде жылт-жылт еткен жарық көрінді. Әупілдеген 2 барақ ит алдымыздан жүгіріп шығып шабалана үрді. Қора қопсыға жанай салған үйге тақап тоқтай қалғанда есіктен тонын желебеге жамылған бір жігіт жүгіре шықты. Кет әй, кет әрдеп иттерді апарып үйшіктеріне қамады. Келіңіздер деп бас зоотехникті ғана танып біздерге таңырақай қарай үйіне бастады. Жаурап қалмадыңыздар ма? Жол ұзақ, күн болса мынау боран дегендей мен свет берейін деп, шабанканы қосайын деп серейген ұзын жігіт қалбалақтап қалды. Тыр-пыр етіп шабан вежігі от алып лып-лып электр жарығы жанды. Біз үйге жаурап кірдік. Бетінің қызылы тамған толықша келген ақсары келіншек үй ішін жиыстырып, төрге көрпе төсеп жатыр. Бекболов бірден тапсырма бере бастады. Пешті жағып шайларыңды әкеліңдер. Келінжан тездет тоңып қалды. Қазір ағалар. Дөңгелек үстел үстінде қант май қойып шай әкелгенше Бекболов таныстыра бастады. Мына кісі бәріміздің бастығымыз деп мені мақтай талай жерге апарды. Өзі газетке шыққан, менің әңгімелерімді оқығандығын танытып, үлкен жазушы деп дардай қылып қойды. Бүріскен су торғайдай әпер-тәпер шығып мыжырайған Ережеев пешке кіріп кете жаздап қақталып отыр. Ал осындай сапарларға әбден еті өліп кеткен Ертай ширақ қайта қунақ қағады. Мынау әлгі жылқышымыз Саттар, мынау келіншегі Гуля. Шаймен бірге сыңғырлап бөтелкелер келді. Ережеп көз тұнып 2 рет қырлы стаканмен тартқаннан кейін кәдімгідей сөйлей бастады.
Ал Басеке, мен мына саттармен Қаншенгелге барып келе қояйын деп Бекболов орнынан тұрды. Келін, шырағым, соғым етіне молырақ сал. Мен де әлгі пошташыда шаруам бар еді, сендермен бірге барайын деп Госдырақтың бастығы Ертай да оларға қосылды. Ережеев машинадан сөмкемді алам деп далаға бірге шығып кетіп еді, көз тіпті атысып кетіпті. Үстелде тұрған арақтан дәу бір стақанға лепілдете өзі құйып толтырып алды да ылқылдата жұтқан-ай. Шөкін нандис келеп бірдеңкелерді мұрнының астына міңгірлеп айтқан бойы қылжиып ұйықтап кетеді. Бұрышқа көтеріп апарып жатқызып үстіне тонын жаптым. Бұл кісі де көтер алмайтын болыпты. Әйелі басқа күйеуге тиіп кеткел осындай болып жүр. Не деген атпал арыстандай жігіт еді. Қазанға ет салып болып дастарханның шетіне тізе бүккен келіншек бұрышқа немқұрайлы көз қиығын салды. Өз түк тамақ ішпейді. Енді оста мәңгіріп ертеңгісін бірақ оянады. Өте білімді. Жігіттің төресі еді, шамның білтесіндей таусылып бітіп барады. Дастархан үстіне бір шиша арақ әкеліп қойылды. Оқымысты қайным, жаурап келдің ғой. Кел, мынадан тартып жібер. Жаңа айттым ғой, мен ішпеуші едім. Онда менде таза спирт бар деп, сандығын сарт-сұртатып ішінен әскери фляшка шығарды. Ем үшін қарашы, түшкіре бересің, денеңді суық буып қалған. Шында да мұздай жайым болып тұр. Жасым 29-ға дейсің бе, күйеуім 36-да, ал өзім деп сылқ-сылқ күлді. Өзім биыл 26-ға шығамын. Мә, мына келіншек менен де жас екен ғой. Жұп-жұмыр білегі мен толық омырауына көзім еріксіз түсіп кетті. Оқымысты қайным-ау, жеңгеңнің ниетін қайтарма деп, стаканға жартылай фляшкадан спирт құйды да, бір шыны таза су әкеліп берді. Жарқылдай күліп денесін тақай жаныма отыра кеткенде, жылы ағыс бойыма жүгіріп өтті. Ем үшін дем алмай тартып жібер. Әрі-сәрі боп отырып, ақ жеңеше, бірінші сіз алыңызшы. Әй шешек-ау, мен тамақ істеймін ғой. Мейл оқымысты қайным, айтқаны уда болса зәмзәм болар деп өзіне құйғанды. Әрі бұрылып сіміріп алды да артынан су ішіп біраз отырып қалды. Бері бұрылғанда жанарында лыпылдаған от тұтанды. Әдемі жан жадыратар жымиысығандай. Нар тәуекел, ала ғой кәне қайным. Я денсаулық үшін деп көзімді шарт жұмып тартып кеп жібердім. Ауа жетпей тұншығып барамын. Мынаны жұтып жіберіңіз деп мөлтілдеген кеседегі суды ұсынды ақ келіншек. Іші әлемім өртеніп барады. Лезде бусанып жаным жадырап шыға келді. Темір пештегі лаулаған оттан ба, үйісіп барама арқама жапқан тонымды сырып тастадым. Көзім шырадай жанып артынан ішкен екі кесе ыстық шайға балбырап балқып, ішкі әлемім ыстық ағысқа толып рахат күйге бөленіп толып шыға келдім. Әбден буын-буыныңызды суық қармып қалыпты. Кел теріңді сүртіп жіберейін деп әппақ жұмсақ сүлгімен бет аузымды бір қолмен сүрткіштеп екінші алақанмен арқамды сипалай ма, әйтеуір бір рахат әлемге жаным бөленіп, бүкіл денем жадырап шаттық әнін сала жөнелді. Оқымысты қайным-ау, кел, енді кішкене ғана ішсеңіз түкте, болмай бір жолата сауығып кетесіз. Манағыдай емес, өзімнің де тағы ындыным құрып, зейінім соған ауып тұр. Мына бұлықсыған әдемі келіншек тағы қышаса екен деген емескі ой буады. Терлеп жақсы болып қалдым, жетер жеңеше. Жеңгеңнің тілегін қайтарма, суық әбден сорып тастаған, сүйек-сүйегіне дейін өтіп кеткен. Егер нан ішпесең кейін кеселденіп кетесің. Ақ жеңеше-ау, оның бәрін қайдан білесің? Мен көп нәрсе білем қайным, қазір су әкеліп берейін. Менен кейін ол да тартынбады. Темір пеш үстінде қазанда жылқының сүрет шарқ-шұрқ қайнайды. Үй іші ыстық па жоқ спирттен бе, терлеп ала жөнелдім. Шар етіп бала жылады. Келіншек лып көтеріліп толқи басып, мен қазір дегендей ыммен білдіре түпкі бөлмеге кіріп кетті. Баласын ұйықтатайын. Қайта кіргенде келіншек тіпті ажарланып кетіпті. Екі бет албырап, ерні қызғалдақтың үлбіреген қауызындай қызара толып, көз жарқырап, үстіне жеңсіз көйлек киіпті. Үйісіп кетті ғой дейді. Менің сұқтана қарағаныма қысылғандай. Таралған екі бұрым шашы ұзын, арқасын еркелей қағып бөксесін ұрады. Ол отты қағыстырып, сорпаны сапырып, етті аудастырып жатқанда шыдай алмай, орнынан қалай түрегеліп арт жағынан барып қапсырақ құшақтағанымды білмеймін. Оның қолаң шашын сипап, өзіме тартқанда ол күле бұрылды. Өй қайным-ау, етті сапырайын да деді зілсіз үнмен сыбырлай. Мен еркінсіп кеттім. Әппақ мәрмәрдай мойнынан жұпар исті омырауынан топ-толық ерінен өліп өшіп сүйе бастадым. Шешек-ау, жүр ана бөлмеге барайық, деп еркелей назданған келіншек түпкі бөлмеге жетектете жөнелді. Әппақ сейсепті көрпеге жапқан жерге төсек салып қойыпты. Сол бұрышқа барып шырт еткізіп жарықты өшіріп шешіне бастады. Көмпиген төсекке сүңгіп, келсейші дейді үздігіп. Қазір дейді ол шашын түзей көрпені аша беріп. Шыдасайшы жаным. Алтынның буындай, күмістің суындай, іңкәр көңіл алып ұшып барады. Күн сіңген, сүт сіңген, уыз иісі бұрқыраған топ-толық,
Ұршықша иірілген піскен әңгелектей жас келіншек есімді алып елжіреп, алыс-алыс армантауларынан асып кетіп барамын. Шаттық шыңдарына биіктеп келемін. Не деген ғажап әлем, сиқырлы дүние. Мың ғасырда бір-ақ рет келіп кететін нағыз рахатстан жұмақ есігін ашып, төрін үсіп, таңғажайыптармен таңғалдыра таныстырып, есімді алып барады. Бәрін ұмыттырып, естен тандырып, есеңгіретіп барады. Қыз жібектің желкілдеген әсем көңіліндей, ақ баянның ақ жарқын пейіліндей, қыз құртқан сағынышты сазындай әлдилеген ақ-ұлпа аппақ сезімдер тұтқында шахид болып кетсең де арманың болмас сірә. Аппақ шуда-шуда бұлттар үстімен желбірей ұшып келемін. Ағараңдаған ақ періштелер тым биікте алып ұшып алып кетті. Көзім ілініп барады екен, селк ете ояндым. Аналар келіп қайса кетеміз? Ол мойнымды құшақтаған білегін алып мекірене келді. Малдың бүкіл документін, актілерін түні бойы толтырып таңертең ғана келеді. Олар Қаншенгелге ғана барып келеміз деп еді ғой. Иә, Қаншенгелдегі пошташының үйінде. Сонда ауылдан ветврач, управляющий бәрін шақыртып документтерді толтырып жатыр. Мен алдап тастап кеткен бе сонда? Шырт етіп ашуланып орнымнан қарғып тұрып кеттім. Таңертең бірақ келеді. Түнімен карта соғып арақ ішеді. Аппақ сазандай бұлықсыған келіншек артық кемі жоқ аппақтан жарқырата көрсете, еш қымсынбай түрегеле бастады. Не болды жаным деп тік тұрған мені жалаңаш күйі қыса құшақтап құшырлана сүйді. Манағы бір сәттік жойқын сезім, асығып аптыққан қызба мінез сап басылған қатты алданғаныма ішімді удай өкініш тілгілейді. Қойныма суық жылан салып жібергендей қиналдым. Мені бәрің алдағансыңдар ма сонда? Қайным-ау жаным, не болды соншама? Жаңа киімді бірден батпаққа салмас болар. Қызығымызды лайламаш, қойшы жаным. Оның жәдігөйлене жалына бастағанына ішім мұздап лезде қатайып алдым. Қойшы жаным, міне денең де лапылдап тұр. Туындырадан жаурап келген қонақты әйелмен жатқызып жылытады екен. Сен енді ауырмайсың. Шоферімді де машинаны да алып кеткенін қарашы. Қойшы жаным деп тығыршықтай келіншек жұп-жұмсақ үнмен бөбегін сипағандай сылап-сипап өбектей бастады. Әйелдің демі айналып төңкерілгені, сыбырлағаны бәрі жаныма майдай жағып барады. Бірақ сыр бермеген сазарып қатайып қалдым. Неге сонша қапа боласың? Тікен ішінде гүл болады, батпақта да алтын жарқырап жатады. Өмірдің осындай сәттілігін сезініп, дән теріп жемесең аққан судай өте шыққан ғұмырыңда не қызық қалады? Түп-түзу жолда жалықтырады. Анда-мұнда өстіп бұзып қоймасаң несі қызық? Сен көрінгенмен өстіп жата кетесің бе деген суық сұрақ көкейімде тіреліп тұрып қалды. Тас қорғасында да ыстық балқытады. Ол менің қолымнан тартып қайта жатқызды. Қайным-ау, мына келіншек әбден бұзылған, көрінген еркекке көз сатады деп ойлап қалдың ба? Менде ар намыс бар, көрінген кешіп өтетін жайдақ су салдақ емеспін. Есінде сақта жаным, сен кіріп келген бетте-ақ ұнап қалдың. Жер бетінде қыбырлаған қаншама адам бар. Бірақ саған бұйырғаныма шын бақыттымын, өйткені сен маңдайы жарқырап туған нағыз алтын айдарлы ертегімсің менің. Сенесің бе? Сені осыдан бір ай бұрын түсімде көргенмін. Жаңа кіріп келгенде таң тамаша болдым. Мен ылғи осылай болашағымды түсімде көремін. Бақсылығың бар ма? Тәуіпсің бе? Жоға. Бірақ келешекте болатын жағдайларды түсімде алдын ала көріп қоятыным бар. Ылғи осылай. Апырай, мен түк көрмеймін, тіпті түске сенбеймін. Білесің бе, армандай берсең алыстаудың шыңында да шығасың. Міне бүгін сенімен жолықтым, бақыттымын. Мұндай бақыт бұйыра бермейді. Ол өліп өшіп қайта сүйіп құшақтап еркелете бастады. Шынында да жомарт бақыт құсы басына қонды деген осы мекен. Келіншектің ыңғайына көніп бұлықсыған денесіне көміліп, арман тауларына қалықтап барамын. Ләззат атты таңға жайып әлем есігін ашып, бәрін тарс ұмытып аппақ нұрға бөленіп, гүл-гүл жайнап қайран шақтарай. Ауызғы бөлмеде қыңғырлап шелек құлады. Тасыр түсіретіп есік ашылды. Шошып тұра бергенімде жаным, ол Ережепов қой. Есін білмейді, далаға шықпақшы, 100 грамм құйып берсең, өлген өгіздей бұлқ етпей, сөткілеп ұйықтайды деп келіншек ыбыстып құшағына ақса. Тұрайық дедім де тез киіндім. Ережепов даладан қалтырап дірілдеп жылан қуған көжектей бүрісіп, сұрқы қашып көзі бағжанда дөңгелек үстел жанына солқ отыра кетті. Күннің суығын-ай, кел жылыну үшін кішкене алып қояқ деп келіншек алдына арақ құйылған стаканды қоя салды. Анау дауыл күнгі қураған жапырақтай дірілдеп стаканды екі қолмен ұстап, езуінен тамшылата тыжырына жұтты. Әншейіндегі шәушіген беті тіпті күйген тердей тырысып-пырсып жұдырғымен аузы басын сүрткіледі. Сүт пісірімдей тұнжырап отырды да бөтелкені алып тағы өзіне өз құя бастады. Сіздер үшін күнде мұндай той бола бермес деп тағы сімірді. Арақ ішкенде ашырқанып бет әлпет шөлпеп бір уыс болып тыжырынып, біреу желкелеп, батпақ жегізгендей әбден қиналады екен. Ет балбырап пісіпті. Міне түсіріп жатырмын деп ұршықша қозғалған қызыл сары келіншек
Пештің түбінде дөңгеленіп жүр. Ережеп шынында да арақта әбден жеңіліпті. Отырған орнында көзін жартылай жұмып, ес-түссіз қалжиып қалды. Ауылдан шыққалы аузына түйір ас салмады ғой бұл сабазың. Күйіп кетеді ғой, ішіне түскен шер шеменін өстіп жынды сумен жуамын деп жүріп, бір жолата өртеніп кетеді ғой. Жігіттің төресі еді бұл, нағыз кісі, білімді, жұмысты шыр айналдыратын мықты маман дейтін. Әйелі мұны тастап басқаға тиіп кеткелі бері осыған үйір болып, ақыр осындай сормаңдай күйге түсті. Ортадағы нән табақты еттің шетінде оялмадық. Бір кесе құрт қасқан сорпа ішіп, келіншекпен емен жарқын әңгімелесіп отырмын. Мыналар кешікті ғой. Ертеңгісін бірақ келеді демедім бе деді келіншек жайбарақат. Сағат тілі түнгі 3-ті көрсетіп тұр. Ыстықтап далаға шықсам боран әлі олып тұр. Түнде әлдеқайдан аждаханың қырылындай зәрлі запыран тұла бойыңды тітіркендіретін жаман үн сарнайды. Тасырлап жылқылар үріккендей болды. Қап-қара түнектен бозарған қар көмген далада аңырақайдың әңгүдік желі жын ойнақ салып есереленеді. Ұйқым шайдай ашылып, қарды сақыр-сақыр қарш-қарш басып, әрі-бері жүгіршіктеп кеттім. Бұлармен алдап торға түсірмек қой. Көлдің бетін қаншама қамшымен сабаласаң да із қалмайды. Мына жылқышының күзді күнгі піскен алмадай қызыл келіншегімен әдейі жеке қалдырғандар ғой. Мен қазір таптап келіншекке айтып қоюым керек. Аузына сақ болсын, ал анау маскүнем Мережеповтен келер қауіп жоқ. Бір қатыным кетті деп соншама жүнжіп бітуге шақ жүр өзі. Рухы күйреуік-ау, әлде қатын тым жақсы көріп жүрген беріп қойған ба? Бекболовтар талайды көрген әккі көкжалдар ғой. Күліп отырып аяқ қолыңды байлап отқа тастап жіберуден тайынбас. Абайламасаң арандап қаласын. Осы совхоз ғұмыры көтеріле алмай-ақ қойды. Өзіне бастықта құтаймайды. Малдың өлім жітімі де көп. Төл алуда ең соңында жүреді. Жүрегім шыметті. Аласұрған бақсыдай ұйқы-тұйқы соққан бораннан денем мұздады. Жып-жылы ұяда үйге кірсем, лаулап жанған темір пеш үстінде келіншек жүрелеп кішкентай ағаш орындықта жылап отыр. Екі көз қып-қызыл, жасы бетінен айғыз-айғыз ағады. Не болды дедім сасқалақтап. Ұлан Керімбекович, кешірші. Кейде бақыттан бас айналып осылай іштегі шер шеменді шығару үшін қатын деген өстіп жылап сықтап алатыны бар. Сіз мені бір жеңіл жүрсіз салдақы деп ойлап қалдыңыз-ау сірә. Жоға деп сасқалақтап қасына тізе бүктім. Мен де біреудің ерке қызы едім. Үйде бір ұл бір қыз ғана едік. Ағам ерте үйленіп кетті. Мен студент болып анау-мынау жігіттерді менсінбей көкірек керіп жүріп алдым. Тәкаппарлық жарға жығады ғой. 3-ші курста сағымға жолықтым. Оны сіз танымайсыз ғой, неғып айтып отырмын. Ол физкультура институтта оқиды. Күрестен қала чемпионы, бойы ұзын, бұйра шашты, әлгіні өлердей жақсы көріп қалдым. Мына есті жақсы көруге апиын секілді жындандырып, не істеп не қойғаныңды білмей қаласың. Онымен ресторандатып, анда-мында қонып қалып, жүріп жүкті болып қалдым. Төңірегінде өңкей спортпен айналысатындар шетінен мақтаншақ даңғой, қалталарында уыс-уыс ақша. Аяғым ауырлағаннан кейін үйленейік деп едім, өзіме тарпа бас салды. Немене деп сандалып отырсың? Әлі оқуды бітіруіме 2 жыл бар. 2 жылдан кейін көреміз. Оған дейін күн санып өсіп бара жатқан ішімді қайтемін десем басымды қатырма көп. Алдырып таста, сен-ақ пәле болып жабыстың ғой деп қанша жылап жалынып жалбарынсам да тастап кетіп қалды. Жол жіңішке, біздер жылағаннан басқа қолымыздан не келеді? Әбден жылап амалым жоқ. Дәрігерге бардым. Не керек, бала өсіп кеткен, 4 айдан асқан, алдыруға болмайды. Жалындым, ақша ұсындым, көнбеді, талай жерді шарладым. Сағым